Бізде күмбез фотолампа қалай қолданамыз? Міне, мына замоктың арнайы бөліктерін қадаймыз. Тұрғыздық. Екінші жағын. Енді тұрғыздық. Енді өзінің арнайы қосалқы очки бар. Түсіне мына жерде екеуін бір-біріне жалғаймыз. Тоққа тығамыз. Енді мына уақытты. Бірінші мына тайм уақыт, мына жерде on-off қосу, өшіру. Басып тұрамыз. Лампамыз міне қосылды. Бұның енді қосқаннан кейін тағы бір басып өшірсек, сәл ортаншы жарығы, жай жарығы. 3 типте болады. Енді мынау міне одан да жай. 4-ші типі. Енді мынау ең қатты жарығы. Міне. Жарықтардың разницасы бар, байқаған шығарсыз, міне. Міне, ең қатты жарықта. Мына жердегі уақытта тайм. Міне, 3 сағат, без лимит, 30 минут, 1 сағат, 2 сағаттық режимдер. Міне, осы уақыттың ішінде автоматтан өзі 2 сағаттан кейін өшіп қалады. Не болмаса кез келген уақытта мына on-off клеткасын басып өшіре аласыздар. Енді мынау очкиі міндетті түрде тағу керек. Және де бұл жарықта қанша уақыт жату керек нәрсе дейтін болсақ, міне уақыты. Бірінші күні, екінші күні, үшінші күні жалпы 24 сағаттың 6 сағатында жату керек. Яғни сіз оны қалай бөле аласыз? Сіз оны 1 сағаттап, жарты сағаттап, 2 сағаттап, 1,5 сағаттап жатқыза аласыз. Сол 24 сағатта бір күнде күндіз түнгі уақытта 6 сағат жату керек. 4-ші күні бала 3 сағат жату керек. 5-ші күні және 10-ші күндері 1 сағаттан жатқызу керек. Не болмаса 1 сағат, 2 сағат баланың жаталғанына қарай. Бірақ максимум осы уақыт. Енді әр бала әр түрлі жатады. Бір балдар 10-15 минуттап, бір балдар 1-2 сағаттап жатуы мүмкін да. Бірақ желательно сағат сайын тұрғызып, жиі баланы емізу керек.